жанымдағы адамдарға всегда эмоциямен шешім қабылдамаңдар, ең нашар шешімдерің сол болады деймін да. Оның себебін психологиядан білемін, бірақ ислам діні бойынша білмейді екенмін. Бүгін Юнус пайғамбардың оқиғасын оқып отырып, оның себебін түсіндім. Өйткені Юнус пайғамбар қаншама уақыт халқына дағуат етеді, Алланың бір екендігін барынша түсіндіргісі келеді, түсіндіреді, бірақ халқы тыңдамай кетеді. Сол кезде Юнус пайғамбар қатты ашуланады да, кетіңдер шығар деген сияқты Аллах тағаланың әмірін, Аллах тағаланың хабарын күтпей халқынан кет қалады. Аллах тағала сол үшін Юнус пайғамбарды жазалайды, яғни кет жұтып қояды. Өмірде де егер сен несправедливо эмоция үстінде шешім қабылдайтын болсаң, таяқтың бір ұшы саған обязательно тиеді. Тем более ана жақ кінәлі болмаса, оған еш нәрсе болмайды да, екінші жаққа шешім қабылдаған. Сен болды, мен күштімін, мен осындай шешім қабылдаймын, қырамын, жоямын десең, оның ұшы өзіңе тиеді. Даже қарғыс айтқан кезде де айтпаңдар дейді, білесіздер ма? Өйткені қарғыс жүйесіз болып қалса, өзіңе тиеді. Анаған еш нәрсе болмайды, сен өзіңе барады. Бір жағынан періштелер не айтсаң да, аумин саған да, аумин саған да деп тұрады. Сондықтан да всегда эмоцияны өшіріп шешім қабылдауға тырысыңыздар. Пайғамбарлардың өмір баянынан ғибрат алыңыздар.